Сәлеметсіздер ме? Мен Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Құрық ауылының жалпы білім беретін мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Бекенова Гүлзат Аманқызымын. Менің педагогикалық ұстанымым жас ұрпаққа дұрыс бағыт-бағдар беру, болашаққа саналы көзбен қарауға баулу және әр шәкірттің тұлға болып қалыптасуына ықпал ету. Педагогикалық идеямның тақырыбы бастауыш сыныпта оқушылардың оқуға құштарлығын жасанды интеллект әдістері арқылы арттыру. Педагогикалық идеямның мақсаты бастауыш сыныпта жасанды интеллект мүмкіндіктерін тиімді қолдана отырып, оқушылардың оқу үдерісіне деген қызығушылығын, ынтасын арттыру. Flow платформасы арқылы суретті сөйлету әдісін сабаққа енгізу арқылы оқушылардың танымдық, шығармашылық қабілеттерін арттыру. Міндеттері: бастауыш сынып оқушыларына жасанды интеллект негізіндегі тапсырмаларды қолжетімді әрі қызықты етіп ұсыну. Сонымен қатар Flow платформасындағы суретті сөйлету әдіс арқылы оқушылардың қиялы мен сөйлеу дағдыларын дамыту. Бастауыш сынып оқушыларын жасанды интеллект әдістері, яғни осы Flow платформасын қолдану арқылы қалай қызығушылығын оятып, ынтасын арттыруға болады. Неге ойындар, белсенді шаралар арқылы, әңгімелердің ертегілер арқылы және көзбен көруге болатын материалдар, толық немесе қысқа мәтіндер, оқу ынтасын қолдау мен ынталандыру арқылы, топтық жұмыстар арқылы, еркін пікір алмасу, шығармашылық шаралар арқылы арттыруға болады. Жасанды интеллект қазіргі заманның білім беру саласында жаңа мүмкіндіктер ашып, оқушыларға білім алудың тиімді әрі қызықты жолдарын ұсынады. Бастауыш сыныпта жиі қолданудың ең тиімді әдістерінің бірі осы Flow платформасы. Flow жасанды интеллект негізінде жұмыс істейтін видео құрал. Яғни бұл Flow арқылы біз видео жасап, суреттерді сөйлетіп, видео жасап, осы арқылы оқушылардың көру, түсіну, жазу дағдыларын дамытуға бағытталған тапсырмаларды ұсына аламыз. Суретті сөйлету арқылы сөйлеу дағдыларын дамыту үшін осы Flow платформасына оқулықтың бетіндегі суретті сала аламыз. Flow платформасы ол суретті өзі талдап, және де мына оқушылардың ішкі монологында жазып бере алады. Бұл платформаны пайдалана отырып, оқушылар нәтижесінде оқушылар суретке қарап әңгіме айтуға, оқиғаны дамытуға, өз пікірлерін дәлелдеуге, дұрыс мінез-құлық пен ұқыптылық жайлы ойлануға үйретеді. Мына видеоны тамашалайық. Оспан мектептен үйге келе сала сөмкесін бір шетке лақтыра салды. Тамағын тез жеп, ойын алаңына жүгіріп кетті. Осы жерде мен оқушыларыма осы Flow платформасының суретті сөйлету әдісін пайдаланып, сабақтың үстінде пайдаланып жатқан сәттерімнен. Мен жазды жақсы көремін, күні бойы білеймін, өтінемін, маған тамақ беріңіздерші. Құмырсқа, маған тамақ бер, үйге тұрғыш. Жазда неге жұмыс істемеді? Уақыт болмады. Уақыт болмады дейсің бе? Не істедің? Мен өлең айттым. Кітап бетіндегі келесі суретті де сөйлеттік. Суретті сөйлету арқылы шығармашылық ойлау мен жазу дағдыларында дамытуға болады. Осы шегіртке және құмырсқа мысалын көру арқылы балалар өз ойларын жақсы айта алады және де оны дәптерге түсіре алады. Нәтижесінде шегіртке мен құмырсқа мысалын жиі арқылы көрсету барысында бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық ойлауын, тілдік қорын және жазу дағдыларын тиімді дамытады екенбіз. Суретте оқушыларым осы видеоны көргеннен кейін бірден түсінгендерін, ойларын айтып тұрған сәттері, ал келесі оқушылар осы шегіртке мен құмырсқа мысалы туралы өз ойларын, түсінгендерін жазу сәті. Келесі әдісім оқиғалар мен жағдайларды құрастыру әдісі. Тағы да кітап бетіндегі суретті сөйлетейік. Біз тіршілік ететін Арал теңізіне Сырдария өзенінен су келмей қалды.
бұл біздің өсіп өнуімізге кедергі келтірді. Бұл әдіс тәсіл оқушыларға белгілі бір оқиға, жағдай, сурет немесе кейіпкер ұсынылады, ал оқушылар сол материал негізінде жаңа оқиға құрастырады, жағдайды жалғастырады немесе өз нұсқасын ойлап табады. Бұл әдіс тәсілді мен өз сыныбымда да үнемі пайдаланамын. Оқушылар осылай суретті беріледі, әрі қарай оқушылар өз идеяларымен ол суретті, яғни видеоны жалғастырып өз ойларымен айтады. Нәтижесінде балалардың шығармашылық ойлау қабілеті дамиды, экологиялық сана қалыптасады, яғни балалар табиғатты қорғаудың маңызын түсінеді, адамгершілік сезімі көбейеді, логикалық ойлау дамиды, яғни су азайса не болады, немесе су келсе не өзгеретінін олар талдайды. Сонымен қатар сабаққа қызығушылығы артады. Яғни жиі сөйлеткен кейіпкерлер балаларға әсерлі әрі есте қаларлықтай көрініс жасайды. Жасанды интеллектті бастауыш сыныптарда қолдану оқу процесін жеңілдетіп, оқушылардың білімге деген ынтасын дамытады. Бұл тәсіл оқушылардың шығармашылық ойлауын, логикалық ойлау дағдыларын дамытады. Сабаққа деген қызығушылықтарын арттырады. Педагогикалық тұрғыдан жасанды интеллект құралдарын дұрыс қолдану мұғалімдердің оқу үдерісіне тиімді басқаруына және әрбір оқушының қабілеттерін ашуға мүмкіндік береді. Жасанды интеллект білім беру жүйесін түбегейлі өзгерте алатын қуатты құрал. Оны тиімді қолдану оқушылардың да, мұғалімдердің де мүмкіндіктерін кеңейтеді және білім беру сапасын жаңа деңгейге көтереді.